Bir bölüm. Шулы қалада өмірге келдім. Жасым 27-де. Әлі тұрмысқа шықпадым. Бұл менің жеке таңдауым емес, бірақ айналамдағы адамдардың бәрі маған сенімсіздікпен қарайды. Өйткені өткен өмірімде үлкен бір сынақтан өттім. Мен комадан тұрған адамын. Бұл жағдай менің өміріме үлкен өзгеріс әкелді, бірақ сол кезеңнен бері менің өзіме деген сенімім де, адамдардың маған деген көзқарасы да өзгерген. Үнемі адамдар маған назар аудармайды, көзге ілмейді. Сыртқы келбетім де еш ерекшелікке ие емес. Мен өзімді ұсқынсыз сезінемін. Үйде біз 4 қызбыз. Мен үйдің екінші қызымын. Әпкем мен сіңлілерімнің бәрі сұлу, көрікті, ал мен қара торы, бойымда қысқа. Әпкелерім мен сіңлілерім ашық жарқын мінездерімен кез келген ортада еркін араласып кетеді, ал мен өзімнің келбетім мен бойымнан ұялып, адамдармен сөйлесуден қашамын. Бала кезімнен бері өзімді үнемі бір қалың қабырғаға қамалғандай сезіндім. Қандай ортаға барсам да мені ешкім байқамайды, кейде бар жоғымды білмейтіндей болады. Өзімнің екінші дәрежелі адам екенімді жиі сеземін. Өзімді салыстырып, әрдайым әпкелерімнің немесе басқа қыздардың көлеңкесінде қаламын. Олар сұлулықтарымен, өздеріне деген сенімділігімен мақтанып жүргенде, мен тек артық біреу сияқтымын. Жалғасы бар. 2 бөлім. Колледжге түскен кезімде, мен өзімді басқалардан кем көретінмін. Мектепті де дұрыс оқымадым, ал 9-шы сыныптан кейін техникалық колледжге түсіп кеттім. Кондитер болам деп шештім. Пісірген тәттілерім адамдарға ұнап, барлығы мені мақтаса екен деп армандадым. Сол арқылы өзімді танытамын деп үміттендім. Колледжде негізінен жігіттер көп еді, бірақ олар маған көп көңіл бөлмеді. Өзім сияқты қыздардан тек біреумен жақын араласып кеттім. Ол қыз өте ашық, кез келген адаммен оңай сөйлесіп, жігіттерді баурап алатын. Ол қайда барса, жігіттердің назары соған ауып, айналасына жігіттер үйір болатын. Ал мен соның көлеңкесінде жүрдім. Іштей мені де байқаса екен деп ойладым. Күндердің бірінде біздің топтағы бір жігіт сол құрбыма сөз айтты. Бірақ ол жігітті ұнатпаған болар, құрбым оны жақындатпады. Менің ішімде бір үміт пайда болды, әлгі жігіт маған назар аударса ғой, деп іштей тіледім. Оны бұрында байқап жүргенмін, бірақ оның көзі әрдайым құрбыма түсетін. Жігіттің назары маған ауар ма екен деп күттім, бірақ олай болмады. Сол кезде бір қадам жасауға бел байладым. Өзімнің әлсіз, сенімсіз тұстарымды артқа тастағым келді. Бір күні әлгі жігіттің қалтасына жазу қалдырып кеттім. Қағазға өз нөмірімді жазып, кездескін келсе, хабарлас деп астына кішкене жүрек салып жібердім. Қанша уақыт бойы сол сөздерді қалай жазарымды ойлап, бірнеше рет қағазды жазып, өшіріп, қайта жаздым. Жүрегім қатты соғып, қорқыныш пен үміт аралас сезімде болдым. Жалғасы бар. 3 бөлім. Кешкісін телефонға қоңырау келді. Экранға қарасам, бейтаныс нөмір. Дыбысымды шығара алмай, біраз күтіп тұрдым. Мүмкін емес деп ойладым, бірақ телефонды көтеріп едім, арғы жақтан оның даусы естілді. Жүрегім бірден дүрсілдеп кетті. Ол менің нөмірімді тауып, кім екенімді біліпті. Сәлем, кездесейікші деді. Сол сәтте мен үшін әлемнің бар ауырлығы жоғалғандай болды. Қуанышым қойныма сыймай, бірден келсе кеттім. Кешке ең әдемі деген көйлегімді киіп, айнаға қарап біраз тұрдым. Көңілім толмады, бірақ бұл мен үшін ерекше күн болды, сондықтан өзімді жақсы көрсеткім келді. Үйдегілерге құрбыларыммен кездесемін деп жалған айттым. Шынымды айтсам, олар менің әдеттен тыс киініп шыққаныма таң қалды. Сен қыз, шынымен де өзгерейін депсің, деп күлді апам. Бұл сөздер менің ішкі сенімімді арттырғандай болды. Сыртқы кейпіммен біреуге ұнай алатынымды сезінгендей болдым. Жігіттің мені шынымен байқағанына сендім, тіпті достарымен таныстырмақшы шығар деп ойладым. Кездесетін жерге жетіп, оның көлігін көрдім. Көлікте ол жалғыз емес екен, қасында 2 досы бар. Оларды көріп, сәл қобалжыдым, бірақ оның мені достарымен таныстырғысы келіп отырғаны деп өзімді сендірдім. Көліктен шығып, қолымды ұсынып амандасқанда, оның жүзіне күлкі үйірілгенін байқадым, бірақ ішімде әлдене дұрыс емес екенін сезіндім. Қане, жүре берейік, деді ол маған. Көлікке отырдым, бірақ біз орталық жаққа емес, қала сыртына қарай беттедік. Бұл мені тіпті де алаңдата бастады. Қайда барамыз деп сұрағанымда, жігіт сылтау тауып, мені тыныштандырды.
Бірақ көліктің ішіндегі атмосфера тым суық еді. Әрбір минут өткен сайын қобалжуым күшейе берді. Бір кезде біз қала сыртындағы ескі, қараусыз қалған бір үйге тоқтадық. Ішімде қорқыныш күшейіп, жүгіріп кеткім келді. Бірақ тым кеш болды. Мен қашуға үлгермей қалдым. Жігіттер мені көліктен шығарып, үйге кіргізді. Менің жалынып жылағаныма қарамастан, олар менің басыма киімдерін орап тастады. Осы сәтте мені қорқыныш билеп, жүрегім кеудемнен шығып кетердей болды. «Не үшін басына киім орап жатырсың?» деп сұрады олардың біреуі. Әлгі менің группаласым күліп, «Көзің соқыр ма? Бұл ұсқынсыздың түрін көргім келмей. Кайфты қашырып жіберел», деп жауап берді. Ол күлкісін тоқтата алмай жатты. «Бәрібірде бізге оның түрі емес, басқа нәрсесі керек», деп екінші жігіт оған қосылды. Сол түні олар ішімдік ішіп, мені кезек-кезек қорлады. Мен айғайладым, жыладым, бірақ маған ешкім құлақ асқан жоқ. Жалғасы бар. 4 бөлім. Таң атты. Суық жел бетімнен өтіп, денемді ауыртқанын сездім. Көзімді ашсам, әлгі азғындар жоқ. Өздерінің тірліктерін бітіріп, мені жалғыз тастап кетіпті. Денем сал болып қалғандай, жан-жағыма қарасам, сұрғылт аспан, ескі үйдің қабырғалары және бос жатқан айдала ғана. Сырттай бәрі тыныш сияқты, бірақ ішімде бір дауыл көтеріліп, өзімнен жиіркеніп жаттым. Ойларым жанымды жегідей жеп, қорлықтан басқа ештеңе сезбей, көзімнен жас сорғалады. Тұрайын десем, денем ауырсынып, әрбір қозғалысым маған қиналыс әкелді. Осы жерде өле салғым келді. Бірақ тасты жерде ешқандай құрал табылмады. Жіп жоқ, пышақ жоқ. Өліп қалғым келгенімен, оны қалай жасарымды білмедім. Әлем маған мүлде бөтен боп кетті. Есімнен танып қала жаздадым, бірақ қайта есімді жиып, амалсыз орнымнан тұрдым. Әйтеуір алға жылжуға тырыстым. Қорқыныш пен ауырлықтан тұла бойым дірілдеп, жерге жығылып кетсем де тұрып алдым. Сол сәтте менде ештеңе қалмады, үмітте, армандар да жоғалған. Бір ғана мақсат тұрды, өмірімді тезірек аяқтау. Жолға қарай бет алдым. Алдымда үлкен жол, қайда барарымды білмей, тек алға жылжи бердім. Жол бойында үлкен жүк көліктері зулап өтіп жатты. Көліктердің шуылы мен жүрегімнің дүрсілі бірдей шығатын сияқты. Байғұс жүргізушінің обалына қаламын деген ой сол сәтте болмады. Тек өлім ғана мені құтқаратын шығар деп ойладым. Бәрібір бұл өмірде менің орным жоқ сияқты көрінді. Алдымда келе жатқан үлкен жүк көлігінің дөңгелектеріне қарап, бір шешімге келдім. Аяқтарыммен бір адым жасап, көлікке қарай жылжыдым. Менің өмірім, арманым, барлығы сол бір сәтте аяқталатындай көрінді. Көлік жақындаған сайын жүрегім соқпай қалғандай болды. Бұл енді соңғысы деп ойлап, көліктің астына қарай жүгіре жөнелдім. 5 бөлім. Көлік дөңгелектерінің астына түскен сәтте барлығын жоғалтқандай болдым. Денем ауырды, жүрегім бір сәтте тоқтағандай сезілді, бірақ содан кейін мені ешқандай ауырлық сезімдері мазаламады. Бәрі бір сәтте басылып, айналамдағы шу мен айғайда жоғалып кетті. Мен өзгеше, түсініксіз күйге түстім. Тәнім жерде жатыр, бірақ жаным әлдеқайда жеңіл, еркін болып, әлдебір белгісіз әлемге өтіп кеткендей болдым. Көзімді ашсам, барлығын аппақ нұр жарықтандырып тұр. Жан жағымда айқын ақ түс. Бұл әлемнің түсі өзгеше, тым тыныш, өте терең. Аяғымның астындағы жерде, аспанда, тіпті өзімнің қолдарым да аппақ сәулемен жарқырайды. Ауада қалқып жүргендеймін. Әлем тып тыныш, тек беймәлім жеңілдік бар. Бұл жерде уақыт жоқтай. Қанша уақыт өткенін, қанша сәт тұрғанымды айталмаймын. Жүрегімдегі барлық ауыртпалық, қорқыныш, қайғы мұң сол апақ әлемде еріп кеткендей. Мені біреу әлдебір жұмсақ қолымен ұстап тұрғандай, бірақ айналамда ешкім жоқ. Барлығы таза, тым ерекше көрініп, мені өзге әлемнің тереңіне апара жатқандай. Бұл орын маған түсініксіз, бірақ өте жайлы. Бір сәтте денемнің шекаралары жоқтай, жаныма да, тәніме де ешбір ауырлық сезілмеді. Жердегі барлық ауырлықтар артта қалып, жаным бұл әлемде еркіндікке шығып кеткендей. Бұл әлемнің тыныштығы мен жанға беретін рахаты ерекше, жер бетіндегі өмірдің бос екенін сезінгендей болдым. Бірақ бір нәрсе жетіспейтінін түсіндім. Сол аппақ әлемнің ортасында жүріп, ішімде бір сағыныш сезімін байқадым.
Бұл әлем қанша жайлы болса да, өмірдің толық мәнін аша алмағандай көрінді. Бір сәтте жаным қайта қозғалып, жеңіл желмен алға ұмтылғандай болды. Аппақ әлемнің ішінде жүргеніммен, өмірдің қымбаттығы, адамдарға деген махаббат пен жанның тіршілігі бәрінен маңызды екенін ұқтым. Кенет аппақ әлемнің жарығы бірте-бірте сөне бастады. Мені әлдебір күш қайта жерге тартқандай болды. 6 бөлім. Көзімді әзер аштым. Әлсіздік бар денемде, ауырлық сезіледі. Қайда жатқанымды түсіне алар емеспін. Қабырғаға қашықтау ілінген шам жарығы жанымды тыныштандырмай, беймәлім үрей тудыра бастады. Айналамдағы адамдар бір түрлі тілде сөйлейді, сөздері түсініксіз. Өңім бе, түсім бе, білмеймін. Қасымдағы кісілердің бет әлпеттеріне қарап, өзімнің Қазақстанда еместігімді сездім. Бірақ мұны ақылмен қабылдау әрі қиын. Олардың маған жақындағаны да есімде, әлдене деп сөйлеп жатты, мен тек ұйқыға қайта кеттім. Тағы ояндым. Қозғалуға тырысып едім, қол аяғым тыңдайтын емес. Мынау не сұмдық деп ішімнен күбірледім. Дегенмен жаныма келгендер күлімсіреп, жылы сөздер айтып жатыр. Бойымдағы қорқыныш сәл сейілгендей болды, бірақ әлі де түсінбеймін. Әңгімелерінен тек Испания деген сөзді ұқтым, дегенмен не айтып жатқандарын толықтай түсіну мүмкін емес. Көп ұзамай бір нәрсе айқын болды, мен өз елімде емеспін, тіпті өз денемде емес сияқтымын. Бұл ой жүрегімді дүрсілдете түсті. Әрбір тыныс алған сайын бір түрлі ауырлық сезіндім. Сосын айналамды зерттеуге кірістім. Жан жағыма қарадым, бұл аурухана бөлмесі екені анық. Бөлме таза, ақ перделер терезеден түскен күн сәулесін ұстап, іштегі атмосфераны жұмсақ етіп тұрғандай. Терезенің арғы жағынан естілген айғай-шудан өзімнің ешбір таныс жерде емес екенімді түсіндім. Бірақ мен қалай, қашан мұнда келдім? Қозғалғым келіп, жанталасып, бар күшімді жинап қолымды көтермек болдым. Бірақ қолым жұмыс істемей. Аяғымды да сезбеймін. Қатты қорықтым. Мен неге қозғала алмаймын? Әлде мүгедек болып қалдым ба? Бір сәтке өмірімнің осымен бітті деп ойлап, үмітім үзіліп бара жатқандай көрінді. Жылағым келді. Бірақ қасымдағы әйел басымды ақырын көтеріп, бетіме су септі. Оның мейірімді жүзіне қарап, әлдеқандай жұбаныш табардай болдым. Сөйтсе де әйел испан тілінде сөйлейді, мені бояндырып жатқанына мән бере алмадым. Сосын ол мені айнаға қаратты. Қараған сәтте есімнен танып қала жаздадым. Көз алдымда мүлдем бөтен бейне. Өзім деп сеніп келген денемнің орнына бейтаныс, сары шашты, аппақ өңді қыз тұр. Мұндай сұлулықты мен ешқашан көрмеген шығармын. Сосын ол мені айнаға қаратты. Қараған сәтте есімнен танып қала жаздадым. Көз алдымда мүлдем бөтен бейне. Өзім деп сеніп келген денемнің орнына бейтаныс, сары шашты, аппақ өңді қыз тұр. Мұндай сұлулықты мен ешқашан көрмеген шығармын. Қарасам да ол мен емес. Өзімнің бетімді іздеп, айнадан алыстап кеткім келді. Жүрегім дүрсілдеп, кеудемде қандай да бір құйын айналып жатқандай. Бұл қалай болғаны деп күбірледім, бірақ даусым шықпайды. 7 бөлім. Айнаны қараған сайын жүрегім дүрсілдеп, жанымның қиналғаны күшейе түсті. Өзіме қарап тұрған бөтен бейне мені одан сайын тұңғиыққа батыра берді. Қанша тырыссам да, өзімнің бет әлпетімді таба алмадым. Бұл көрініс маған тиесілі емес еді. Бірақ мені шындыққа оралтып тұрған ауырлық бар. Қол аяғымды сезінбеймін. Қимылсыз қалу сезімі бойымды билеп алған. Денемнің ішінде тұтқынға түскендей күй кештім. Испан тілінде еміс-еміс естілген сөздері маған жұбаныш болмақ түгіл, тағы бір түсініксіз әлемнің белгісіндей көрінді. Күтуші ме, әлде бөтен адам ба, ол да маңызды емес. Мені бір жерге байлап қойғандай, жаным айқайлағысы келеді, бірақ даусым шықпайды. Айғайлап, жанымды ауыртып тұрған мұңды ешкім естімейді. Көп ұзамай үйге әкелді. Бөлмелерге қарасам, байлықтың белгісі көзіме ұрып тұр. Әр бұрыш, әрбір зат керемет сән салтанатпен жабдықталған, кинодағыдай көрініс. Бірақ мұның бәрі бос, маған бұл байлықтың түкке қажеті жоқ екенін енді ғана түсініп келемін. Менің жанымды емдейтін ешқандай алтын мен қымбат жиһаз жоқ. Бұл үй нағыз сарай, бірақ бұл менің үйім емес. Өз үйім қайда? Өмірім қайда қалды? Бұл сұрақтарға жауап іздеп басым қатты. Бөтен денеде, бөтен өмірде не істеп жүрмін?
Айналадағының бәрі жай ғана рөлін жақсы атқарып жатқан актерлер сияқты көрінеді, ал мен олардың спектакліндегі қосалқы кейіпкермін. Шынайы өмірім алыста қалғандай. Бірақ мен қашып кете де алмаймын. Жалғасы бар. 8 бөлім. Испан қызының денесінде өткен бір ай мен үшін өмірімнің ең ауыр кезеңі болды. Әр күнім сынаққа толы еді. Алғашында мүгедек денеге қамалғанда жанымды жайлап қорқынышпен торығу биледі. Бір кездері денім сау, өз өмірімнің иесі едім. Ал енді қол-аяғым істемей, арбаға таңылғам. Сырттай бәрі мінсіз көрінгенімен менің ішімде бос кеңістік пен шексіз мұң болды. Бұрын өмірде бақытсызбын деп жиі ойлайтын кездерімде денсаулықтың қадірін мүлдем түсінбеппін. Қазір сол ойларымның қандай қате екенін терең сезіндім. Бір ай ішінде барлық сезімім өзгерді. Әр күн сайын маған өмірдің ең үлкен сыйы денсаулық екенін терең ұғындырды. Қол-аяғың сау, еркін жүріп тұра аласың, бұл бақыттың ең үлкен екен. Сол сәтте бұрынғы өзімнің шағымдарыма қарап, күлкім де, ұятым да келді. Өз өмірімнің бақытты екенін түсінбеген кездерімді ойлаған сайын жүрегім ауырды. Бір күні қатты әлсіздік пайда болды. Жүрегім дүрсілдеп, тынысым тарылып бара жатты. Барлығы көз алдымда қараңғыланып, мен есімнен танып құладым. Сол сәтте тағы да жұмбақ әлемге тап болдым. Бұрынғыдай бұлтсыз, бос кеңістікте қалықтап жүрмін. Беймәлім сезім мені қоршап алды. Бірақ бұл жолы мен тек Алладан кешірім сұрап, жалына бастадым. Өз өміріме қайта оралуды тіледім. Я, Алла, мені кешіре көр. Өз өміріме қайта оралдыршы. Мен енді бәрін түсіндім, өмірімнің құндылығын ұғындым. Қолымда бардың қадірін білуге уәде беремін деп жалбарындым. Жалғасы бар. Соңы. Көзімді ашқанда бәрі таныс. Бөлменің ақ қабырғалары, терезеден төгілген жарық. Өзімді қайта тірілгендей сезіндім. Аяқ қолымды қозғауға тырыстым, және қимылдай алдым. Тәнімдегі ауырлық сезімі жоғалыпты. Қимылдай алатын болдым. Жанымдағы медбикелер қазақша сөйлегенде, бұл менің елде, өз туған жерімде екенімді түсініп көзіме жас алдым. Қуаныштан жыладым. Камада 5 ай жатқанымды, 3 рет ота жасалғанын, басымнан ауыр соққы алғанымды дәрігерлер айтқанда жүрегім шым ете қалды. Өмірім үшін үлкен күрес болғанын түсіндім. Аллаға шүкір, мен тірімін. Ауруханадан шығатын кез жақындағанда үйге оралуға қуандым. Сол кезде маған соққы жасаған жүк көлігінің иесі түрмеге түскенін естідім. Көп ұзамай оның әйелі біздің үйге келіп кешірім сұрап жылады. Мен оның алдында жылап жібердім. Дереу арызымды кері қайтарып, жүргізушіні түрмеден босатты. Үйге оралған соң ауруханадағы барлық болған оқиғаны айтып едім. Отбасыма сенімсіздік пен үрей туғызды. Олар менің айтқандарымнан қорқып, бірден психикалық денсаулығыма алаңдап, мені жүйке ауруханасына алып барды. Тіпті ең соңғы емханаға дейін апарды. Бірақ ешқандай ауытқушылық табылған жоқ. Қазір денім сау. Бірақ ішімде бәрі бұрынғыдай емес. Басыма ауыр соққы алған соң басым кейде ауырып әлсіретіп тастайды. Өткен оқиғаларды еске алғанда жүрегімде бір түйін пайда болады. Бірде зорлық-зомбылық көргенімді жақындарыма айтып, сыр бөліскенімде, олар ешкімге айтпа, абыройыңды түсіресің деп мені түсінбей қойды. Сол күннен бастап адамдарға сену қиынға соқты. Жанымда ашып айтқым келгенімен бәрі кері айналып, өзіме тағы да сенімсіздік сезімін туғызатын болды. Қазір мен үйде отырып кішігірім торт бизнесімен айналысамын. Тапсырыстар қабылдап, күн сайын жаңа дәмді торттар пісіріп, өмірімді осылай жалғастырып келемін. Әке-шешемді бағып отырмын. Өмірім қарапайым көрінгенімен, ішімде үлкен өзгерістер мен терең жаралар бар. Мені сырттай қараған адам ештеңе сезбес еді, бірақ жүрегімде мәңгі қалатын естеліктер мен жанның ауыртпалығы бар.